Мен Көкбосын Өмірбекқызы, Шымкент қаласындағы Қарсықбай Сәтпаев атындағы номері 7-ші IT мектебінде 20 жылдан бері бастауыш сынып мұғалімі болып жұмыс жасап келемін. Үздік сынып жетекші байқауына қатысу мақсатым оқушыларға біліммен бірге тәрбиені қатар беру. Әл-Фараби адамға ең бірінші білім емес, тәрбие беру керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп бекер айтпаған. Ондай болатын болса, 2-ші Д сынып оқушыларымен өтетін менің отаным Қазақстан атты ашық тәрбие сағатын назарларыңызға ұсынамыз. Менің отаным Қазақстан тақырыбындағы атты тәрбие сағатын өткелі отырмыз. Балалар, біздің отанымыз қалай аталады? Қазақстан. Қазақстан жері қандай? Сіздермен бірге білімдерімізді пысықтау үшін ДКД әдісі арқылы сіздерден білім алам. Мынаны қазір кімге берем, сол сұраққа жауап береміз. Түсінікті ғой, е? Ал мен кімге яқтырам, сол алады. Ал. Тағы келе қойым. Еліміздің ел ордасы қай қала? Астана қаласы. Өте жақсы, жарайсың, тамаша. Қазақстан Республикасының президенті кім? Өте жақсы, жарайсың, тамаша. Ал, жақсы жетеді. Күніміз бар ма? Бүркітіміз бар ма? Үсті шықты ма? Қаратыңдар бәріміз. Бүйтіп қаратамыз енді. Бәріміз қанда тұратын. Мына күніміз, бүркітіміз, судың үсті шықты, е, балалар. Жақсыдан отан, ата-анаң, аудан, тарих, достар, ауыл, Я. Достар. Аудан, ата-ана. Біздің отанымыз Қазақстан! Бірге қағып қос қанат, оқушылар өзіңменен дос болады. Мына біздің достығымыз секілді, ата-аналар да бір-бірімен дос болады. Менің шәкіртім, мен әркез жақтаған, ата-аналар мені әркез қолдаған. Сыныбымның биік қылған тұғырын, шәкірттерім деп барлығына мақтанам. Өмірді тек жақсы адамдар болсын